Көке, кәске киінесіз ба? Көзге зиян ғана. Біздің көз үйреніп қалған ондаға. Көздерім-ай, ертең бәрін көзден сұрай. Сварщик Шәріп. Көке, мұна варасаң материал темір ма? Жоқ, мата ғой, қыбы ғой, сорлау. Перде қылайын деп отырмын терезеге. Нәкәс, не сұрақ? Кеше қанша Жолдыбаева заказ берді ғой. Ворота сып беріңізші деп. Қандай ворота? Ашық. Мынаны істеп жатыр енді. Ұнаса болды. Карамел ғой, цветі. Көке, мен суыңызда келдім. Қандай су алдың? Персик. Пошел ты. Қандай персиге? Перчикті ме? Кәдімгі. Су ма? Абайлаңдар, қымбат ворота ғой. Құл атып алып, құл болып қой. Құлсыңдар бәрің. Ағам, жан ағам, бізде ең бірінші сапа ғой, одан кейін әдемілік. Бізде ерекшелік Түркістан облысындағы қала аудандарға тегін жеткізіп, тегін орналастырып береміз. Түркістан қақпаға жазсаңыз болды. Құлтанбай. Ассалаумағалейкум. Тойға кетпедіңіздер ма? Енді шығамыз ғой біз. Ерте келіп қой біз. Амандықта. Кеттік біз. Сендер кімсіңдер? Біз анау Ұрыларымыз ғой. Егерде біз ұры болсақ. Балкон қақта. Балкон бізде. Балкон не амаш? Кір жаямыз. Мынаны жуасы шыңды. Бұл не есік? Туалет қой. Сол ағызады, біреу бар-ау деймін. Аға, бумаға керек емес па? Бірдеңе таптың ба? Там жоқ қой мына үйде. Кешегі ұрлаған неміз берекелі болып еді, брат. Неміз кім үйі ол? Депутаттың? Біз қуасың ба сен? Ай, уайымдамашы, ұйықтап жатырмыз. Ей! Депутат ағам келіпті ғой мен. Анау біздің ауылда сет жоқ, сет. Сызған деген ауыл. Газ жоқ аға. Соны айтайын дегенбіз. Жақсы. Дауыс береміз ба сізге? Аман болыңыз. Жақсы. Кейде ойланма, осы істеп жүргеніміз қате емес па? Поздно уже. Екеуің, жүріңдер. Афеке демеш, аферисті ойлайды ғой бәрі. Атым Аманбай болса не дейсің? Айтсаң дұрыстап, официант деп. Официант Шәріп. Айгүл мен ақтан заказ жасаңдаршы, мен бір өзі жүгіріп жүріп. Құдай жаным, менің айгым кетті ғой. Қалайсың, әбі жүрсің бе яқта? Айт, не бірдеңе жейсің ба? Бір порция лағман бересіңші ма? Бір порция? Болды ма? Ойбай, біреуге қанағаттанасың ба сен? Әшінде екі-үшеуден қайтатын ғой. Или ол басқан істем. Қазір. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Құдай жаным, мына балапан кімнің баласы екен? Жеп қойын ба? Жан, заказ берсеңші? Бере берсей жанымыз. Мынау жігітіңіз ба сіздің? Иә. О, сол. Кім төлейді шөпті сіздерде? Мен төлеймін ба? Бейшара. Күшік кеу. Жетісің. Үйтіп айтпасаңшы, намыстан ату. Фөй, мұны намыстана ма? Берген мынағына отырасың, кел. Құдай, кел. Тай, кел. Неге шағырдыңыз? Айта беріңіз. Тұз ба, бұрыш бар ма? Тамақтың тұзы кен ба? Жоқ. Не, бір жеріңіз ашып отырмайын? Жоқ. Ой, бұл сіздің жанкүйерісіз ба? Ұшып кетті ғой. Ой, позор. Сіз қай жақтың фанатысыз? Мен айтсам шүкіршілік қыласыз қазір. Қандай? Барса, тәубеңе келдің ба? Лазыру кафесі қызметіңізге дайынбыз, айта беріңіз. Қандай кухня? Шығыс тағамдары ғой бұл жерде. Жеңшемнің белмешелінен шаршаған шығарсыз өзіңіз. Не тамақ бар? Лағман бар. Қандай тамақ ол? Кәдімгі күніге жеп жүрген белмешелінің ұзығы Иә? деп жейтін күшті. Берсеңізші соны. Болды, қазір әкеп беремін. Аванс берсеңізші бізге, аванс. 2 апта болып қарын ашып өзімізде ақша болмай жатыр да. Сәл бір апта күтсеңдерші енді. Стройщик Шәріп. Не алды, біттіңдер ма? Біттік қой. Міне, соңғы жұмыстар. Осыны бітіреміз, болды. Бұл емес қой мен деймін, мынау тұр ғой. Болды. Бітіреміз. Істей береміз ғой біз. Мынау қашан келеді? Мынау үйін істеп берді ғой, көрсің ба? Танымаймын оны. Ой, қойды ме? Стройк істемеймін. Қартама бір бәлеге кетеді ма? Таза митомен ақ жолдық ғой мына сол. Тышқан жерімді қалдырып кетеді ғой мына. Жуып тазаламағанда ғой. Болмайды. Ақша жоқ сендерге. Темекілердің де өздерің қарыз алып шегін. Не алды? Біттік қой. Мынау тым дәу болып кетпеген ба? Дәу ғой сол. Көршінің үйімен екеуін япыштырып жүрді. Как раз сен де көршімен япышып жүрсің. Бригада, отбой, қайтындар. Сержант майор Патат. В общем, ГАИ Шәріп. Егер де Шәріп ГАИ болса. Не болып қалды көке? Машинаңа бірдеңе жетіспей ма інім? Бәрі нормально. Нормально, сор. Не болып қалды? Баллоның жоқ қой, мынаны ақ келдім ғана түсіп қапты ғой. Рахмет көке. Нәкәс қандай рахмет түсе, штраф жазамыз. Келсек аға. Жоқ, түс, заң бәріне ортақ. Бол. Келсек та аға.
Afermele. Sұраған ақшаңыздың бәрін беремін. Ары отырсайын. Қызметті куәлігіңізді көрсетсеңізші бірінші. Не ол? Қойшыш, баламның киім киіп кетпін ғой мен. Көрсетсеңізші енді. Міне көрсетем, сор, жоқ қойшыш, киім қап кетпін. Девушка, заң бұздыңыз, түсіңіз, штраф жазамыз. Келісейікші. Пошел ты, соскы болсаң өзіңе. Сендерден қалдық қой, қатыннан ажырасып кеттің еще. Причина остановки. Қойшыш, заңды білесің бе сен? Болды, інім, жүре бер, нормально. Давай, інім. Апа, Не болды? бүгін Сакоштың туған күні еді, соған не берсем болады? Тетрадпен ручка берсек болды ғой. Апа, бұндан бәрі береді ғой. Не болыпты бәрі берсе? Ешкімнен кем болмайсың, сен де бересің да. Таблицаны жаттап жүреді артында. Давай. Боп. Қақай кеттің еді? Арманның туған күні еді, бaba бүгін соған кетіп барады балдармен. Ішетін жар бәрі. Ішеді ғой қазір бәрі. Тетрадпен ручканы абал. Жайша? Біреу ұрса жазып жібересің. Заявщиксің ғой сен? Терпила. Пошел бай. Подаркиге апарып бер болмаса. Я, қай жеріңіз айта беріңіз, не болып қалды? Көке бір тыныш салдыратын дәріні саңызшы, ұйықтай алмай жатырмын. Тыныш салдыратын дәрі қамады ғой бізде. Енді не істейміз? Бір вариант бар ғой. Бір ұйықтап алсаңызшы бір. Дәрігер Шәріп. Я, қош келдіңіз, айта беріңіз. Мынау басым айналады. Асқазан істемейді дұрыс. Болды. Өтіңіз толған ғой? Не істейміз оны? Өтіңді қысасың, болды, басқа не істейсің? Қысу керек жердің бәрін қысасың. Ішіңіз ауырады, Иә. қатты бүріп. Қатты. Дайындан. Неге? Туайын деп жатсың ғой, айуан ау. Акужен ба мен саған? Анау аптекадан ал деген свечаңызды алып келдім. Ойбай. Ей. Геморройсың ғой сен, білесің ғой, Иә. Осыны амалда енді мә. Қайтып амалдаймын? Білем, мына жағасында романтика ұйымдастырасың, біреуге сөз саласың, көр. Атын жағына алып, спирт керек, спирт. Спирт жоқ бұл жақта. Қалай? Бар еді, күш. Бәрі жерде көрдім, жоқ. Оқың астыды мен. Осыны тапшы, осыны. Менің жағдайым ше. Сен де ішесің ба? Екеуіңіз көз білесіз ба? Отырайық мынау. Ағаларың. Балай, тұрсаңдаршы. Көттер көгеріп, гүлдеп кететін болды ғой. Ана шарбақ жөндеп қойыңдар, ешек кіріп кетіп жатыр. Сенің папаң. Ана табалдырыққа сиген сен ба? Жасың 20-ға келіп туалетке барсай бар. Қарай. Ана шайыңа қантты аз қоссай, көтің құрттайды ғой. Әкең сахарный заводта істейтін бе? Қанша деді номерің? Қуатыр. 8 700. Әйге берші мен теріп берейін. Қуатыр. 700 нөлгі әні бұл. Міне тұрғын өл. Ей, қуатыр өзім теріп. Түсінбеймін мынаны. Накас. Ана телефон шұқылай білмесейші, көзің ағып түсіп қалады ғой. Ана жаңалықтарды естідің ба, бір баланың көзі ағып қап. Кімді көріп тұрсың? Кәмшет Жолдыбай ғой. Соска. Кафрон киіп алып ма дағы? Не іздедіңіз әке? Телевизордың пульті қайда? Білмеймін. Таңдар тезді, жаңалық басылып кетті ғой, бол тезді. Міне. Батерика сұрақты, бұның батерикасы. Тәттімен ауа таңдарын таппасам тағат. Үйленбесек болмайды, мама пападан ұятып көтті қайтпесеш. Үйленбесек болмайды. Не, үйленіп алған кайф қошы. Кірің жуылы, тамағың дайын. Негіз оны үйленбей-ақ істей бересіз ғой. Амелай құлы жоқсыз ба? Байт сен мен Амилаға теңегенші. Қуасың сен? Алиса играет. Үйленбесек болмайды. Жанымызға жатқан адамға тақалып, құшақтап, искелеп өліп барадық қойшы. Кеше сен ба менің жаныма жатқан? Иә. Бүгін жатпай қойшы, кетші. Көтеріп қойшы. Ауылдағы бір адамдар айтады, үйленіп алсаң кайф қой дейді екен. Неге? Сақ қойып жатар жүресің дейді. Неге үйленсең бар ғой, аяқ қолы жуан қызға үйлену керек қой. Кейін бала шағаң ірі болады да. Брата үйленейін деп отырмын мен. Сен қызың жуындырып көрдің ба? Көрдік қой. Абайлай әйтеуір Амилаға ұқсап бір еркек келіп тұрмасын, мен саған подарка деп. Ондай. Үйленіп алу керек еді негізі бар ғой. Менмен жастылардың бәрінің бала шағасы бар ғой. Сенің ше? Паласың астын көру керек қой. Балам шық деп.